Қазақстан кембағал жандар үшін кедергісіз аймаққа айналу керек деген елбасы тапсырмасы тиянақты орын алуда. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында мүмкіндігі шектеулі бірнеше адам қайырымдылық қорының грантына ие болып, кәсібін бастады. Бірі ателье ашса, енді бірі өз тәрізді мүмкіндігі шектеулі адамдарға компьютер негіздерін үйретуде. Баянды мүмкіндігі шектеулі жан деп айтуға ауыз бармайды. Екінші топ мүгедегі шаршауды білмейді, қашанда қимыл үстінде. Жақында оның бизнес жобасы 100-ден жүйрік шығып, грантқа ие болды. Бұрын тігіншілікпен үйде айналысса, енді бұл ісін ателье ашып, кәсіби деңгейге қойды. Мүгедектерге просто қала бойынша қиын ательеға кіріп шығу, соны сол оймен доступ көп көрді, соны бізге доступный спокойно коляскамен кіріп шыға алады. Сондай идеямен негізі ашуында сол. Қазір енді көбіне өзіміздің сол арамызда мүгедектер неміз клиенттарымыз енді байлайды кісілер бар. Гүлсайра Ғатауова да грант алысымен көптен көкейінде жүрген істі жүзеге асырды. Қажетті құрал жабдықты сатып алып, өз сияқты кембағал жандарға компьютер курсын ашты. Оқу ақыл болса да үйренем деушілердің қарасы көп. Жуырда алғашқы түлектерде бітіріп шықты. Өзім көпшілікпен бірге, дені сау адамдармен бірге оқыдым ғой. Сол кезде маған көптеген қиыншылықтар туды. 6-шы этажға, 5-ші этажға мініп түсу өте қиын болды. Сол кезде уже жаңа түсіндім. Сонымен қатар бұл компьютер, неге компьютер? Компьютер жаңа заманауи техникалардың бірі. Күннен күнге дамып келе жатыр, ол адамдардың жаңа жұмыс жасауына көптеген пайдасына келіп отыр. Қос кәсіп иесіне Арба қоғамдық қоры жан-жақты қолдау білдіріп отыр. Істері алға басқанша ай сайынғы жалдық төлемақыдан да құтылыпты. Ендігі мақсат жанымызға жақын істі жандандырып, биік белестерді бағындыру дейді бүгінгі кейіпкерлеріміз. Рауан Дели, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.